Ассаламағалейкум, құрметті көрермен, тікелей эфирде талқы хабары. Қазақ әдетте амандасып, хал жағдай сұрасқан кезде ең бірінші мал жан аман ба деп сұрайды. Әлбетте, төрт түлігің аман болса, тұрмыс тіршілігіңде жақсы, күн көріс көзіңде тұрақты, жалпы шаруаңдағы тасың өрге дөмелеп жатыр деген сөз. Ал енді осы малдың басын аман сақтап, оның өсуіне ең бірінші соны бағып отырған малшы иелік ететін болса, одан кейін мал басының өсуіне, оның ауырып сырқап қырылып қалмауына ең бір қажетті мамандық ол әлбетте мал дәрігері. Ал бүгінгі күні біздің осы ветеринария саласындағы жағдай қалай болып жатыр? Олардың атқаратын жұмыстары қаншалықты еленуде? Жалпы осы еліміздегі ветеринария саласының келешегі қандай деген енді бір шама сұрақ бар. Оның барлығын осы бүгін студиямызға келген қонақтармен сіздермен бірге отырып талқылаймыз. Егер өздеріңізде осы бүгінгі талқыланып жатқан тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болса, онда 40-17-57 телефонына хабарласып, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Ал мен өздеріңізді осы бүгінгі сарапшыларымызбен таныстыра кетейін. Нұртас Тынышбайұлы Қиялбеков, Алматы облысының ветеринария басқармасының басшысы. Қош келдіңіз, Нұреке. Димаш Рашидұлы Сыдықов, Алматы облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы мал шаруашылығы бөлімінің бас маманы. Қош келдіңіз, Димаш. Және біздің Талдықорған агротехникалық колледж директорының міндетін атқарушы Әбдіғали Рахметбайұлы Жұманбаев. Қош келдіңіздер. Енді осы бүгінгі тақырыбымызға мұрындық болатын біз әдеттегідей шағын материалымызды көреміз, сосын хабарымызды бастаймыз. Экранға назар аударайық. Мал шаруашылығы үшін ветеринария саласының маңызы зор. Алматы мен Жетісу облыстары еліміздегі ірі аграрлық аймақтардың бірі болғандықтан, бұл өңірлерде мал саны да артып келеді. Әрбір ірілі ұсақ үй жануарларының саулығын қадағалап, жұқпалы аурулардың алдын алу мал дәрігерлерінің жұмысы. Өкінішке орай аса жауапты әрі маңызды бұл қызметке жастар тарапы келе бермейді. Өйткені жұмысы ауыр, жалақысы аз. Одан бөлек ауылға барған мамандарға ешқандай да жағдай жасала бермей. Жалпы қызметтің бұл түрі бойынша мәселенің мән-жайын білу үшін Кербұлақ ауданы Көксу ауылдық округіне барып ветеринар мамандармен кездескен еді. Мен Алматы облысы Талдықорған агротехникалық колледжін бітірдім. 2019 жылы 4 жыл оқып. Сосын енді ауылға келдік, жұмыс істейміз бе деп. Бірақ ол жұмыс істесек, бағара отырсақ, зарплата аз. Жас болған соң қызығушылық жоқ болды жұмысқа. Оқуға қызығушылық болды, бірақ жұмысқа қызығушылық жоқ болды. Жұмыс ауыр екен. Берді, күнде жүгіресіз, мал емдейсіз. Былайша айтқанда жастарға көңіл онша бөлінбей тұр. Зарплата, бірақ мамандық жақсы. Өзім ұнайтын мамандық. Иә, елімізде 30 жылдан бері кежелеп қалған бұл саланы Австралия, ақш, Канада сынды ірі аграрлы дамыған мемлекеттермен салыстыруға келмейді әрине. Алайда қандай да бір оң өзгерістер болу үшін толық реформа қажет. Бұл туралы осыдан 2 күн бұрын мәжілісте үкімет сағатында айтылды. Сонымен қатар бұл жиында мал ауруларына ұлттық деңгейде тосқауыл қойылмай отырғандығы да сөз болды. Ветеринариялық профилактикалық іс-шараларды атқаруға бізде жалпы осы облыс бойынша 20 аудан мен қалаларда 20 ветеринарлық станцияларымыз бар. Оларда 251 сол ветстанцияларға қарайтын ауылдық округтер бар, ветеринарлық пункттер бар ауылдық округтерде. Соларда жалпы штат бойынша 1947 маман қарастырылған. Біздің облыс бойынша? Облыс бойынша 1947. 2000-ға жуық. Бірақ нақты бүгінгі күнге жаңағыдай 1674 маман ғана жұмыс жасайды. 200, нақтырақ айтсақ, 272 маман тапшы. Әлі керек. Әлі керек бізге. Жаңағыдай жастар келет, жұмыс ауыр, кейбіреулері істей алады, кетіп қалады. Сондықтан жаңағыдай жұмысқа келіп кететін мамандар көпті. Сол себепті текучесть дейді ғой кадрлардың. Кадрлардың тұрақсыздығы. Тұрақсыздығы өте көп жаңағыдай. Міне енді осы бір үлкен мәселе. Ол бәрібір кез келген салада барлық мәселені шешетін ол кадр. Кадрың жақсы болса, жаңағы қалған
проблемаларды да солардың арқасында шешуге болады. Ал енді кадрың тапшы болса, ол әлбетте қиын енді. Бірақ енді неге жетпей жатыр? Кадрларды енді оқыту орындары бізде бар. Ол оқу орындарымен бізде тығыз байланыстамыз. Біздің мамандарымыз, сол ветеринарлық мамандарды даярлайтын оқу, өзіміздің осы Талдықорғандық агротехникалық колледжін айтсақ, сол ветеринарлық мамандарды мысалы оқытып, содан кейін мемлекеттік экзаменіне мысалы комиссия ретінде қатысады сол жерлерде. Жаңағы содан кейін мына Алматыда да ұлттық университетіміз бар, аграрлық. Ол жерде де мамандар жоқ емес, мамандар бар жаңағыдай. Бірақ олар тартып керек. Соларды тартып. Содан кейін осы оқу орындарында қазір практикалық жағынан көңілді бөлу. Бұл кісілермен біз тығыз байланыстамыз. Бұл кісілермен жаңағыдай өздерінің мысалы соңғы курстарда оқитын мамандарды өндірістік практика дейді ғой. Біздің ветеринарлық станцияларға жібереді. Басқа да ветеринарлық клиникаларымыз бар. Соларда оқытып қарастырып өздерінде. Қанша жыл оқиды бір ветеринар? Енді қазіргі кезде ол ветеринар мамандығы білесіздер. Орта буынды маманды алатын болсақ 3 жыл 10 ай болатын. Енді 2017 жылдан бастап біз тек қана орта буынды дайындайтынбыз. 2017 жылдан бастап қазір мемлекеттік техникалық кәсіптік білім беру саласына өзгерістер енгізіп, біз енді 2 деңгейлі маман дайындай аламыз. Ол жаңағы жұмысшы мамандық, айталық ол жұмысшы мамандық, жаңағы ветеринарлық санитар, оператор искусственного осеменения дейді, және келесі біліктілік жаңағы ол орта буынды ветеринар техник. Енді мына 2021 жылы қыркүйек айында жаңағы білім стандартына өзгерістер енгізіп, біз енді басқа технологияға, қазіргі инновационалық технологияға, кредиттік модульдық технологияға көшуме байланысты және әрбір колледжға академикалық дербестік берді. Енді біз жаңағы осығанға дейінгі жаңағы ветеринар техникті 3 жыл 10 айға дайындайтын болсақ, біз енді өзімізге мүмкіндік алып, жаңағы енді біз оқу бағдарламағын құрған кезде, оны міндетті түрде жаңағы әлеуметтік серіктестермен бірлесе отырып, жаңағы оқу бағдарламасын құрып, қазір 2 жыл 10 ай, ол 9-шы сыныптан кейін, егерде жаңағы ал 11-ші сыныптан кейін 1 жыл 10 айға дейін қысқарттық. Сондықтан біз өз тарапымыздан енді осы өңірде, мен сөздің басында айтып кетейін, біздің колледж 70 жылдан аса, міне 2024 жылы 80 жыл болады колледжімізге. Осы жылдар арасында біршалай тарихы бар оқу орны. Осындай оқу тарихы бар. Ең өңірдегі ең бір центральный база, орталық базасы дейді ғой, осы мамандарды ветеринар дайындайтын. Біз осы тарапымыздан осындай мамандай қазірдің өзінде осы жылдардың мына кейінгі 10 жылдың ішінде біз именно осы ветеринария саласына, осы ветеринар мамандықта 2000-ға жуық маман дайындап шығардық. 10 жылдың ішінде. 10 жылдың кейінгі, оның барлығы қазір енді жаңағыдай сөздің басы, ол біз мамандарға дайындаймыз, жақсы мамандар. Но жаңағы не бар, мотивация жетіспейді барған жас мамандарға. Ол мотивация енді жастарды білесіздер ғой, қазіргі кезде барлығы сразу жақсы табыс-табыссыз келеді, жақсы машина мінгісі келеді, жақсы үй алғысы келеді. Сондықтан атак енді жаңағы біздің бір жаңағы шәкіртімізді көрдіңіз, өзі ондайда да бар, жүрегің талауымен келетіндер, олар енді барлық несіне шыдап, сондықтан олар сондай жұмыстар жасалып жатыр. Атак біз өз тарапымыздан әрқашанда жаңағы қазірдің өзінде жаңа Нұртас айтып кетті, біздің студенттеріміз 3-4 курстарды қазір осы өзіміздің өңірдегі біздің жаңағы әлеуметтік серіктестеріміз ғой, қазір міне төлдеу науқаны басталды. Соған біз уже әрбір жаңағы неткендерге сол практикаға жібердік. Сақманға жіберіп, ол да болса, ол болашақ өздерінің мамандары, ол болашақ мамандар ғой, өздерінің кәсібі. Сондықтан олар бала кезінен жаңағы осында 2-3 курстан бастап, ойлайым, соған уже қатысып, көзбен көрген, теориялық оқыған бір бөлек, қолмен өзің жаңағы ұстап, жаңағы өз көзімен көрген бөлек дейді. Оның үстіне қазір кейін кезде мына дуалды оқыту жүйесі қатты біз осы білім саласында қатты көңілге алынып жатыр. Ол жаңағы
кәсіппен жаңағы оқумен нені жұмысты бірлесе алып жүргі деп. Қазірдің қатар алып жүру. Қатар алып жүреді. Жаңағы 40%-ын колледж несінде оқыса, теория 60%-ын жаңағы уже кәсіп мамандық бойынша еңбек етеді. Осы міне биылдың жылдың ішінде біздің 70-тен аса маманымыз сондай жүйеде оқып, қазіргі кезде уже жұмысқа орналасты. Жаңағы барған инспекциялар, жаңағы үлкен кәсіпорындар оларды уже жұмысқа алып, соларымыз қазір жұмыстарын атқарып жатыр сол жерде. Қазір әлемнің өзінде бір ережелер, экономикалық, нарықтық, саяси, мәдени, кез келген саладағы ережелер өзгеріп жатыр. Өмір өзгеріп жатыр. Сондықтан енді біз осындай ұлан байтақ даламыз бар, жаңағы тұнып тұрған табиғатымыз бар, қазба байлығымыз бар деп мақтанамыз. Мал деген бізде өріп жатыр, өрісімізде дегенмен, бірақ енді соған қауіпсіздігін қадағалайтын мамандарға келген кезде біз ұмытып кетіппіз. Мал өсіріп жатырмыз, бірақ соның жаңағы малдың күйін, ахуалын байқап тұратын маманға біз көңіл бөлмей кеткен екенбіз. Жалпы шетелге жіберіп тәжірибе алмасу деген бар ма өзі біздің ветеринарлардың? Енді мен айтып кетсем болады, енді біз өз тарапымыздан жаңағы осы ветеринария мамандығын дайындайтын оқытушыларымызды, педагогтар дейміз ғой. Қазір кезде бізде жаңағы әлеуметтік жаңағы аралас дейді әрбір оқу орындарымен. Біз енді осы кейінгі осыдан 5 жыл бұрын Ленинградтағы ветеринария медицина институтына, одан кейін жаңағы Москвадағы институтқа барып, жаңағы оқытушыларымыз жіберіп, Қытай мемлекетіне жіберіп алдық. Оған бір себеп болған, мемлекет тарапынан дүниежүзілік банктың грантын ұтып алғанбыз. Сол гранттың нәтижесінде біз өзіміздің осы саладағы ветеринарияға беретін жаңағы барлық оқытушыларымызды Ресей мемлекетіне және Қытай мемлекетіне жіберіп, жаңағы о жерде қандай үздік жаңағы инновациялық ветеринария мамандығын дайындауда қандай тәсілдер қолданып жатыр. Соның бәрін алып келгенбіз. О жерген көріп келген жаңағы құрал жабдықтарымызды сол жердегі өзіміздің қазір колледжіміздің базасына, материалдық базасына енгіздік. Бізде енді мамандар даярлауда бізде бар ондай жаңағы мамандар алмасу деген. Маман айтпаса мемлекет қайдан бөледі оған? Мысалға, маман егерде білімі, ілімі жеткілікті болатын болса, өзі-ақ күресер еді, өзі-ақ айтар еді. Сондықтан ол қазір бір ғана 50 минуттың ішінде осы бір ғана хабардың аясында оның бәрін талқылап шешімін таба саламыз деп айтпаймыз, бірақ бастама бар ең бастысы. Міне жаңағы 2 адам болса да хабарласып айтып жатқаны демек осы тақырыпта өзекті болып тұр деген сөз біздің қоғамда қазір. Сондықтан енді бастамасы жақсы, соңы лайым жақсылыққа ұлассын деп тілейік. Өзі біз 4 түлік басында айтқанымыздай, мал жан аман ба деп амандасатын қазақ үшін 4 түліктің аман болғаны қашанда ол ең басты мәселе. Сондықтан осы хабарға келіп, өздеріңіздің ойларыңызбен, пікірлеріңізбен бөліскендеріңізге көп-көп рахмет. Құрметті көрермен, осымен хабарымыз аяқталды. Ертеңгі түскі сағат 13:30-да жолыққанша аман болыңыздар.